Сәлем достар, мен сіздерге бүгін үй жағдайында қалай май жасау керектігін көрсететін боламын. Тура осындай сап-сары болып түсетін болады. Бізге керегі күбі және 2 литр айран. Достар, менің видеом ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер және қоңыраушаны басыңыздар. Ал айранымызды құйып болдық. Енді үй температурасында су құямыз. Жылыда емес, қатты мұздай да болмау қажет. Осылай жауып қоямыз. Жауып болған соң кнопканы басып, қазір мінекей басып жатырмын. Енді бізге 5 минут қажет емес, бізге негізі 20 минут, сондықтан 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей айналып жатыр, қараңыздар. Қайтадан бетін жауып қоямыз. Жауып қойып 10 минуттан соң қайтадан ашып көреміз. Мінекей достар, әлі түспепті майымыз. Қайтадан бетін жауып қоятын боламыз. Мінекей достар, қараңыздар, сап-сары болып 20 минутта түсті майымыз. Енді осыны майын қасықпен ағып аламыз. Мінекей достар, қараңыздар, сап-сары май. Майымызды алып болған соң, осылай кесеге салып, мұздайлау суға жуып аламыз. Сосын керегінше тұзды салып, мұздатқышқа қойып қоятын боламыз. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.